Сәлем, мен Кинохан, сіздерге екі достың 20 миллион доллар ұтуға мүмкіндігі бар ойын ойнайтыны, бірақ олар ойынның соңы неге әкеліп соғатынын білмегендігі туралы фильмді айтып беремін. Фильм шынжырға байланған екі ер адам жақындарының тағдырын шешуі керек болатын қатыгез ойыннан басталады. Көзінен, тілінен және бірнеше саусағынан айырылып, олар келесі таңдауды жасауы керек. Камера арқылы не болып жатқанын бақылап отырған бай көрермендер қатысушылардың таңдау жасаған үшін көп ақша төлеуге дайын. Мұнда олар жақындарының өмірін немесе көп ақшаны таңдау. Олар қарапайым таңдау жасау керек, көк немесе қызыл кнопканы басады. Джуд онлайн ойындарды сағаттап өткізетін құмар ойыншы. Бірақ оның таланты мен табандылығы оған конкурста жеңіске жетуге және өзімен бірге 5 адамды алып баратын күшті демалыс орнында демалуға мүмкіндік алады. Джуд өзінің сүйіктісі мен інісін, сондай-ақ ең жақын досының әйелі мен әкесімен бірге аралға шақырады. Көп ұзамай алтауы тамақ пен ойын-сауыққа толы мұхиттағы жеке виллаға келеді. Қонақ үйге келгеннен кейін Джуд жарысты ұйымдастырушылардан оны және досын жақын жердегі виллаға кездесуге шақырған хатын табады. Алғашқы минуттардан бастап демалыс керемет болмайды, өйткені Энди әйелімен ұрысып қалады. Жақында ол әйелінің көзіне шөп салған, сондықтан күйеуін кешіре алмайды және ажырасқысы келеді. Энди мұны қаламайды, өйткені ол қателескенін мойындайды және некесін бұзғысы келмейтінін айтады. Джуд пен Хизердің кездесіп жүргендеріне небәрі 4 ай болды, бірақ олар бірге бақытты, өйткені олардың қарым-қатынасы басталғаннан бері олардың өмірі жақсы жаққа өзгерді. Келесі күні таңертең Кейт пен Хизер өздерінің жігіттерін талқылап отырады. Кейт күйеуінің сатқындығына қарамастан оны әлі де жақсы көретінін мойындады. Хизер Джудты шын жүректен жақсы көретініне және онымен қалған күндерін бірге өткізуге дайын екеніне сенімді. Сонымен қатар Энди мен Джудта бірқатар қиындықтары бар қарым-қатынастарын талқылайды. Энди опасыздық жасаған үшін кінәлі, бірақ шын жүректен өкінеді, ал Джуд казинода көп ақша жоғалтқан және қаржылық проблемалар олардың қарым-қатынасын бұзуы мүмкін деп есептеп, бұл туралы Хизерге айтудан қорқады. Біраз уақыттан кейін Джуд пен Энди көрші виллаға барады. Онда олар қара костюм киген үнсіз адамдарды кездіреді. Оларды компания өкілі қарсы алып, жүлде қоры 20 миллион долларды құрайтын бірегей байқауға қатысуға шақырады. Энди мұның бәрінде алдаудың қандай да бір түрі бар екенін түсінеді, бірақ Джуд басқаша ойлайды. Жүргізуші сынақ ретінде бір раундқа қатысуды ұсынады. Оның барысында олар біраз ақша ұтып алады және ештеңе ұтылмайды. Егер алдағы уақытта жігіттер жарысты жалғастыруға келіссе, оларды үстелге байлайды және ойынды басынан аяғына дейін аяқтамайынша тоқтата алмайтынын айтады. Келесі күні таңертең Джуд пен Энди сынақ раундына қатысу үшін оралып, 20 миллион доллар табатындарын түсінеді. Ойын біз немесе бізді деп аталады және ол тұтқынның дилеммасына немесе шешімді талдаудағы парадокс деп аталатын нәрсеге негізделген. Оңтайлы нәтижеге жету үшін екі адам өз мүдделеріне сай таңдау жасау керек. Бірінші раундта достар 10 мың доллар ұтып алуы мүмкін және онда екі кнопка бар. Қызыл және көк кнопка. Егер екеуі қызыл түсті таңдаса, олар ұтысты екіге бөледі. Олардың біреуі көк түсті басатын болса, ол барлық ақшаны алады, ал екіншісі компанияға дәл осындай ақша қарыз болады. Егер екеуі де көк түсті басатын болса, олар ұтылады және әрқайсысы компанияға 10 мың доллар қарыз болады. Энди мен Джуд қызыл түсті басып ақшаны бөлуді шешеді, бірақ жүргізуші оларды асықпауды және аздап ойлануды сұрайды. Бір кезде Энди Джудтың 9 мың доллар қарызы барын және ұтыстың жартысы оған жетпейтіні есіне түседі. Досы көк түймені басып, барлық ұтысты өзіне алуға болатынын айтып, Джудиге күмән келтіре бастайды. Дәл солай Джуд та досына күмән келтіре бастайды, өйткені ол өз әйеліне опасыздық жасады және досына опасыздық жасауға қабілетті, әсіресе оңай ақшаға келгенде. Даулар мен келіспеушіліктерге қарамастан, Джуд пен Энди ортақ шешімге келіп, банк шоттарына әрқайсысына 5 мың доллардан ұтып алуға мүмкіндік беретін қызыл түймені басады. Жүргізуші ойынды жалғастыруды және қолдарын үстелге байлауды қатаң түрде ұсынады. Бірақ Энди аз ғана жеңіске қанағаттанған жөн деп санайды. Джуд досын ойынды жалғастыруға көндіруге тырысады, өйткені бұл оңай ақша. Және олар барлық қиындықтарды еш қиындықсыз жеңе алатынына сеніп, аралдан миллионер болып үйге ораламыз дейді. Джуд пен Энди бір-біріне адал болуға келісіп, тек қызыл кнопканы басамыз деп уәделеседі. Үстелге оралып, олар ұялы телефондары мен сағаттарын өткізіп, сол қолдарын шынжырмен байлауға рұқсат береді.
Энди ережелерден қорқады, бірақ тым кеш, өйткені ойын басталды, және одан бас тарту мүмкін болмайды. Келесі раундта достар $100,000 ұтып алуы мүмкін, егер екеуі де қызыл кнопканы басатын болса. Сосын ақшаны екіге бөліп алады, және екеуі де бір саусақтан айырылады. Ал егер біреу көк түсті басатын болса, онда ол қарама-қарсы ойыншыға қарағанда бүкіл соманы ұтып алып, саусақтарын сақтап қалады. Екеуі де көк кнопканы басатын болса, онда $100,000 компанияға қарыз болады, сосын білегіне дейін қолдарынан айырылады. Энди ойынды тоқтатқысы келеді, бірақ шегінуге кеш және олар таңдау жасау керек. Джуд болса бұл жай әзіл немесе жай ойын деп ойлап, бәріне жеңіл оймен қарайды. Ол ойын шарттарының шынайы екеніне және олардың саусақтарынан немесе қолдарынан айырылуы мүмкін екеніне сенбейді. Бұл достар арасында жаңа дау туғызады. Нәтижесінде олар бір-бірінің кемшіліктерін айтады. Уақыты келгенде Энди досынан ұтыс пен жазаны әділ бөлу үшін қызыл кнопканы басуын сұрайды. Джуд мұны істеуге уәде береді, бірақ соңғы сәтте ол ойын өзгертіп көк кнопканы басады. Энди болса оған сеніп қызыл кнопканы басады. Нәтижесінде $100,000 қарыз болып, бір саусағынан айырылды. Ол досының сатқындығына сене алмайды, ал Джуд болса одан кешірім сұрайды, өйткені ол бұл жай әзіл деп ойлады. Бұл әзіл емес екенін түсінген Джуд ойынды аяқтағысы келеді, бірақ Энди байсалды және жалғастыруға дайын. Ол досының сатқындық жасауға қабілетті екеніне көз жеткізді және оған дәл осылай жауап беруге дайын болды. Келесі раундта $500,000 тігіледі, ал шарттары болса сол бұрынғыдай. Джуд Эндиден тынышталып, жазаны әділ бөлісу үшін қызыл түймені басуын сұрайды. Досы енді оған сенбейді, өйткені ол бір саусағын жоғалтып алған. Ал Энди болса Джудқа әділ әрекет етіп соққыны өзіне қабылдап бір саусағынан айырылғанын қалайды. Джуд мұны істеуден бас тартады, өйткені ол үшін ақша маңыздырақ. Энди досынан көңілі қалды, бірақ одан өзінің жанқиярлығы туралы шындықты біледі. Эндидің анасының қатерлі ісікпен ауыратынын тек Джуд білетін. Ол оны жасырып, аурумен күресуге көмектесіп келген. Достар қызыл кнопканы басып, $500,000 бөліп, әрқайсысы бір-бір саусағынан айырылады. Джуд пен Энди бұл ойынның не үшін қажет екенін түсінбейді. Жүргізуші өзінің тек делдал екенін, ал болып жатқанның барлығы байлардың ермегі. Олар ақша құмарлардың қатысуымен өтетін шоуды бақылап отырады дейді. Келесі раундта ойыншылар $1,000,000 ұтып алуы мүмкін, бірақ ставкалар да артады. Үстел алдына тұтқындалған Эндидің әкесі мен Джудтың інісін шығарады. Егер олар қызыл кнопканы басатын болса, туыстарының көзін күйдіреді. Ал егер қатысушылардың бірі көк кнопканы таңдаса, ол жақынын құтқарып ақшаны алады. Бірақ ол досының туысының өліміне себепші болады. Егер екеуі көк түске басатын болса, олар компанияға $1,000,000 қарыз болады және олардың інісі мен әкесін өлтіреді. Қиын шешімді қабылдамас бұрын достар жақындарымен ақылдасады. Эндидің әкесі кез келген шешімін қолдайтынын айтады, ал Генри оның өмірі мен көзін сақтап қалу үшін бәрін жасауын өтінеді. Энди мен Джуд көк кнопканы басып біреудің өмірін қиюға құқығы жоқ, бұл қылмыс екенін бір-біріне айтады. Кішкене зұлымдықты таңдай отырып, олар қызыл кнопканы басуға келіседі, өйткені соқыр болып өмір сүру өлгеннен жақсы дейді. Келісімге қарамастан, екеуі де жақынын құтқаруға тырысады және көк кнопканы басады. Эндидің әкесі мен Джуданың інісін олардың көз алдында өлім жазасына кесіледі. Содан кейін қаржылық шығын достарды алаңдатпайды. Келесі раундта ойыншылар $5,000,000 ұтуы мүмкін, бірақ Эндидің әйелі мен Джуданың құрбысының өмірі тігіледі. Қызыл кнопканы басатын болса, ұтысты екіге бөледі, ал қыздардың тілін кесіп тастайды. Егер біреу көк түсті басатын болса, онда ол сүйіктісін құтқарады, бірақ досының құрбысын өлім жазасына кеседі. Ал егер екеуі де көк кнопканы басатын болса, онда Кейт пен Хизерден мәңгілікке айырылады. Өміріне қауіп төніп тұрғанын түсінген Кейт күйеуіне деген сүйіспеншілігін мойындап, оның сатқындығын кешіреді. Ал Хизер болса Джудке жүкті екенін және бала күтіп жүргенін айтады. Энди досына қызыл кнопканы басуды өтінеді, өйткені жақындары тілінен айырылса да аман қалғанын дұрыс дейді. Джуд тағы да досын алдап, Хизердің аман қалу үшін көк кнопканы басады. Кейтті күйеуінің көзінше өлім жазасына кеседі. Ол 2 раундта барлық жақындарынан айырылады. Келесі раунд жігіттерге $10,000,000 ұтып алуға мүмкіндік береді. Олар ұтыстарын бөлісіп, бір-бір көзінен айырылуы мүмкін. Егер біреу көк түсті басатын болса, ол барлық ақшаны алады, ал досы 2 көзінен де айырылады. Егер екеуі де көк түсті басатын болса, оларды өлтіреді және ойын аяқталады. Джуд жазаны бөлісуді ұсынады, бірақ Энди енді ештеңеден қорықпайды.
Ол ештеңені талқылағысы келмейді және әкесі мен әйелін өлім жазасына кестірген досынан кек алу үшін көк кнопканы басуға уәде береді. Таңдау тек Джудта қалады. Ол қызылды басып көзінен айырылады немесе көк түсті басып екеуінде өлтіреді және ойын аяқталады. Джуд қызыл кнопканы басады, бірақ Энди оны алдайды. Ол да қызыл кнопканы басқан болып шығады. Достар $10 миллион ұтып алады, бірақ олардың әр қайсысының бір көзін күйдіреді. Соңғы раунд $20 миллион. Энди мен Джуд бір командада және олар Хизерге қарсы ойнауы керек болады. Егер олар қызыл түсті таңдаса, олар ақша алады, бірақ бір көзінен айырылады. Бұлай болса жігіттердің соқыр болуына келеді. Егер біреу көк түсті таңдаса, олар ақшаны алады, бірақ қарсылас команданы өлтіреді. Барлығы көк түсті таңдаса, ойын аяқталып, олардың барлығын өлтіреді. Джуд Хизерден қызыл түсті таңда деп айтады. Хизер орындауға уәде береді, өйткені ол жігітін жақсы көреді. Энди дүние құмар қызға сенбейді, бірақ досы үшін қызыл түймені басуға келіседі. Соңғы сәтте Хизер ақшаны алып көзін сақтап қалу үшін көк түсті таңдайды. Белгілі болғандай қыз жүкті емес және аман қалу үшін ғана Джудаға өтірік айтқан. Ол өзі және ақша үшін бәрін жасауға дайын. Және де ол өз таңдауына мүлдем өкінбейді. Өйткені олардың кездесіп жүргендеріне бірнеше ай ғана болған. Энди сенгіш досын мазақ етіп ойынның аяқталғанын түсінеді. Энди мен Джудты өлім жазасына кеседі, ал Хизер болса $20 миллион жеңіп алып кетеді. Фильмнің басындағы ойынға оралсақ, Хизер ақша ұтып қана қоймай, сонымен қатар өзінің дүние құмарлығы мен опасыздығын дәлелдеп, осы ойынның жаңа жүргізушісі болғаны белгілі болды. Сіздермен бірге болған Кинохан. Жаңа бейнелерді жіберіп алмау үшін каналға жазылыңыз.